Kalın olaydı. Çalışmışlar. Ucuzsa çıktık mı? İyi. Beni kutlamayı yok. Ama diysen bir meyle oldu, mercede kızlarım bakmıyor. Bunun da Allah'ın var nakaşlarından. Kalay balık abi, teyze olsun. Şuna oturmayın mı? Darbeler kelimesinin eseminde 5.000 kariye turar. Her zeyetkirler olsa kişilerin carçelinde bir kadar işe başlayın satmaz kalganlar millete bir belsendi kariyeler olsan bir 200 kariyeler belsendi. Sonra belsendi kariyelerde arkasında avluq okruklarda osunda жұмыстар жүріп жатады. Қарияларға көмек көрсету, бұл таrzda көңіл бөлу, onlar келгенше соған әйтеу ауыл әкіміне айтып, екеуі бірлесе отырып жұмыс істесе, арнайы бөлуге қаражат жоқ. Ауылдық округтерде отырып біз өзімізде де арнайы қаражат жоқ. Сол ауылдағы olsun, аудандағы olsun бір кәсіпкерлерге айтып, онда санда бір сый-сияпат жасап қоятын жағдайымыз бар. Дүйсенбек деген батыр bir жақсы азамат. Мен бұрын білмеушім, кейін өзің өмірбайымен танысып, істеген жұмыстарын Сұлу Нұрсұлтаннан бастаған, үлкен өңір басшыларының алдына кіріп, ауылдағы бір жағдайларды айтып, болмай жатқан, іске аспай жатқан, соған белсене атсалысып жүрген азамат. Соны былтыр Ермек Ерубаев жолдас денсаулығына байланысты ардагерлер кеңесінің төрағасынан мені босатыңыз деп маған арыз жазды. Сөйтіп осы жерде біраз адамдармен сөйлестіп, сөйтіп келіп, ауыл әкімімен бәрін бірлесіп отырып, осы Дүйсенбек Пенебаевқа тоқталған болатынбыз. Бірінші кезде өзімді ойладым. Ой, осы Дүйсенбектің сөзі жақсы, жұмыс қалай болар екен деп жасыратын жоқ. Бірақ өте жақсы азамат, белсенді азамат. Өткенде мынау Балғабадияқтар кабинет бермеді, енді ол музыкальникке болды, мынау болды, мынау болды, сонымен арада біраз шаруа болды да. Тимурға рахмет, ауыл әкіміне мына жерден бір жақсы кабинет жасақтап берген екен. Жүріп, бір жағы Темірланға сүйеніп, әйтеуір іс-әрекет жасап, мынандай жақсы кабинетті орналастырып алған екен. Оның ішінде жасақтауға әрине осы отырған қариялар атсалысты. Ең бірінші өзі бастамашы болды. Сөйтіп, мына кабинет жасыратын жоқ. Біздің ауданның ішінде еш жерде жоқ. Тек қана бұрын мен өзім ауылына Саудагер ауылының ардагерлер кеңесінде басқарып отырғанда бар еді. Онда крупный каспаспорттар солар әкеліп компьютерін бәрін әкеліп берген. Енді мынаның бәрі мен енді ойлаймын осы Дүйсенбектің арқасы деп. Солай шығар, иә? Міне, сіздің мына кабинетіңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жұмысын жақсылап істеп, мына Пенебайдың бір жақсы қасиетті құмырда деген газеттеріңіз бар сіздердің. Сол газетке өз қаражаттан, өз ақшасынан, әйтеу ауылдан емес өзі біреуді әкедейді, біреуді көкедейді, сөйтіп жүріп жаздырып, алдыңғы Ақтоғай ауылынан кейінгі екі жорында Ақтоғай ауылында Ақбас деген азамат істеген, жақсы істеді. Енді мынау жақсы неде бізде рейтингі жоғары. Сондықтан мен өз атымнан мынаға табысына бір жерде қарасам сағат жоқ екен. Бізде мына Дүйсенбекке сен кешікпей осы жерде азанда келіп отырып мына сағатты қойып қоймашы. Өзі жүргізіп әкелдім қазір. Рахмет. Анау жерге бір жерге келіп. Ne olacak balık? Bizde akşam yok mu? Altınlardan anamına ölmez. Жұмысыңа табыс тілеймін. Ардагерлердің кебірден шық. Сен әлгі бұлай бұра тартып жүріп кететін адам емес сияқтысың. Осы кісілермен ақылдасып отырып жұмыс істесең жаман болмайсың. Округтегі ашылған осы ардагерлер кеңесінің үйі Буралы енді Дүйсенбектің өзі бәрін ыңғайлап, өзінің комфортын жасап отыр. Енді ғимаратын ыңғайлап бердік. Енді бір паровой отоплениясына да бір паровой бәрі дайын енді. Соғысы не қалса жылы болып, осы жердегі қарияларымыз бар ауылдағы келіп жаңағы бұл кісінің шкафтың ішінде шахмат шашқы бәрі бар. Осыдан бір мезгіл қариялар қолы бос кезде уақыт өткізсе деген жұмыс қой енді. Сол кісілерге болса да бір мезгіл әңгімелерін айтып, басқа да біздің де бір іс-шараларымыз болса, осы жақын жерден келіп
мәселені осы жиналып отқан 4-5 қарияға айтып жіберсек, осы бір неменен бүкіл ауылдан шешілетін мәселе қариялар бар жер қазына дейді, осы қариялар арқылы осы ауылдың жұмысын алға жылжыту мақсат. Анау ашылған ғимаратыңыз құтты болсын. Рахмет. Осы арадан енді халыққа, елге жұмыс жасай беріңіз. Барлықтарыңызға рахмет. Осылай келіп, атсалысып, осы әңгімені тыңдайын деп, осыны көрейін деп келгендеріңізге. Дүйсенбек дұрыс таңдалды. Осы жұмыста дұрыс таңдалды. Өзің тиісті орнын тапты деп ойлаймыз. Құдай қаласа Дүйсеке, мінекейдік біз енді Жанкең бар, біз бар, енді әйтеуір біз сіздерге материалдық көмек бермегенмен рухани көмек беріп отырамыз. Әрбір сөзіңізді қуаттап, сіздерге қалай жұмыс істеу керек, не істесе дұрыс болатын жағынан әйтеуір ақыл кеңес беріп отырамыз ғой. Осы күнге дейін бірге келе жатырмыз, әлі де алда бола береміз. Мен бірақ нәрсем бар, мынау біздің мынау ардагерлер ұйымының осы жердегі құрамын қазір қарап отырсақ өте жақсы сапалы құрам. Әр тараптан жиналған, қарап отырсақ мұғалімдер бар. Бұл ұстаз дейтін қауымның өзі жүрген жердің бәрі береке ғой. Оқу, үйрету, тек қана ол кісілерде бірақ нәрсе бар. Сол кісінің айтқан дұрыс болу керек, болды. Басқа қосымша нәрсе болмайды. Сондықтан мұғалімнің алдын көрген біз бәріміз де сол мұғалімдермен бірге мінекейдік соның нәтижесі мінекейдік қазір көріп отырмыз. Құдайға шүкір сол мектептің, одан кейін мінекейдік ауылдық әкімшіліктің көмектесуінің арқасында, әрине сенің тынымсыз еңбегіңнің арқасында бұның бәрі ұйымдастырылып жатыр. Өзің тынымсыз, баяғы Сәбит Нұркеев абайда айтқандай, есіктен қусаң терезеден кіреді деп, содан кейінгі сол терезеден кіретін сен болып тұрсың осы жерде дұрыс. 30 жылдық аясында тамаша тойдың қарсаңында біздің мына кішкентай ауылымызда бастауыш ардагерлер ұйымы. Соның мына үйі ашылып жатыр екен, құтты болсын. Дүйсекеңе 1000 мәртебе алғыс айтамыз. Дүйсекеңді енді ауылдың бәрі мақтайды. Бұл кісімен біз бәріміз мына тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы өтпелі кезең дейміз ғой, қиыншылық кезеңдерде мемлекетіміздің жаңадан құрылып жатқан кезінде соның іргетасын бекітуге, керегесін кеңейтуге осы отырған кісілердің бәрі атсалысты, Дүйсекең бастаған. Біз атсалыстық, мектепте жүріп, балалар тәрбиелегенімізге соған тамған тамшыдай үлес емес бар. Қазір сол өтпелі кезеңдегі жұмыс жасаған, сол кездегі біз 40 жаста, Esтай ағаларына кісілер 50 жаста мысалы, қазір 70-ге келіп отырмыз, Esтай ағалар 80-ге келіп отыр. Сол кездегі бейнетінің енді рахатын көретін кезге келді. Мұна ардагерлер ұйымы деген тек қана қоғамдық ұйым емес. Бұл барлық өмірдің барлық саласына белсене атсалысатын барлығына. Мұна әсіресе қазір қоғамдағы жастар тәрбиесіне көп үлгі көрсететін. Ардагерлерден алатын әлде көп нәрсеміз бар. Мысалы, жастардың тәрбиесіне, оларға үлгі-өнеге көрсетуде, шешілмей жатқан түйінді мәселелерде ақылдасып шешуге ардагерлер ұйымы үлкен көмек көрсетеді деп ойлаймын. Қарттарға құрмет көрсету және оларға қолдау жасау біздің мемлекетіміздің әлеуметтік саладағы басты бағыттарын біліп отыр. Ардагерлер туралы заңдар шығып жатыр. Алла разы болсын, бәріңізге мынау бәріміз де қуаныштымыз. Мына ғимаратқа біздің ауылдағы ең бірінші бетке ұстардың алғашқы неміз осы болып тұр ғой. Дүйсеке мынау қадамымыз құтты болсын. Үлкен белестерден көрінеміз. Ауыл қарияларына жақсы идея, жақсы не болып тұр. Бәріміз де сізге тілектеспіз, қамқоршымыз. Барлығы мақсаттарыңызға жете беріңіз. Дүйсенбек енді бала жастан өзіміздің ініміз ғой. Бала жастан өз тынымсыз. Ел кезек айтқанды осы зыр жүгіріп орындайтын. Міне сол еңбегінің арқасы мектепте қанша жыл істеді Дүйсенбек? 40 жылда сол жаяу байқадаммен екі ортада жүрген. Бұл енді жүрмесі ауырып қалады. Мына жұмыс сол тура ыңғайлы жұмыс. Алғашқы дауысқа түскен кезінде ел сәл байқадамда тұрады ғой ол. Ауылдан біреу шықпады ма дегендей болған. Ол қай жерде тұрса да жұмыс істейтін адам жұмыс істейді. Сөйлей беріңіз. Ана айтты да бұл. Сондықтан Дүйсеке мынау жұмысыңа табыс тілейміз.
Темірланға да рахмет осында бізге ғимарат беріп міне жағдайымыз жасап жатқан. Ол да болса қарттарға деген үлкен құрмет қой, білген адамға. Ауыл ақсақалдары, аналар, Қыздарым да келеді. ауылымыздан мына үлкен ақсақалдарға арналған бөлме арқылы ол кісі мына Пернебай Дүйсенбектің арқасы. Не дейміз бұл кісіге? Дені сау болсын, аман болсын, осы кісілердің айтқан тілектеріне қосыламыз. Осындай ауылымыз жарқырай берсін, жандана берсін. Осыған шын жүректен тілектеспіз. Енді біз көмекші болып тұрмыз ғой, көмектесеміз. Аман болсын. Минетің құтты болсын. Әрқашанда осындай ардагерлерді, осындай еңбек сіңірген кісілерді жиналысқа шақырып, өстіп жақсы жұмыс істегеніңді, жақсы тұлға болғанды көрсете бер. Барлықтарыңызға да рахмет. Осындай Дүйсенбекті қолдаймын енді ардагерлер. Сол жақсы. Барлықтарыңызға жемісті болсын, жұмыстарыңыз нелеріңіз. Жақсы. Елейміз Дүйсеке конторыңыз құтты болсын. Бұяқтан көшіп кеткенсіз ба неқта? Мейлі еңбегіңіз жемісті болсын. Елейміз. Барлық осы кісілердің сөзіне қосыламыз. Басқа не деймін? Тек қана бірлесіп жұмыс істеңіздер. Құрметті ауыл тұрғындары, ардагерлер, Жаңатас қаласы орталықтан келген біздің өкілдеріміз, қонақтар. Бүгін біздің Жаңаталап ауылының ардагерлердің жиыны болып жатыр. Мынау жаңа ғимаратқа көшіп келдік. Ауыл әкімі мына жерден жақсы бөлме дайындап берді. Оған мыңдап рахмет. Алғашқыда ауылдағы мектептің қасындағы дәрігерлік пунктті берген тұғын Сағындық Балғабай. Ол кісі деген себепті жағдайларға байланысты музыкальный мектепке берді. Ол кішкене бұдан гөрі сәл тарлау болатын. Соны Тимош өз қамқорлығына алып, мына үлкен бөлме дайындап берді. Ол кісіге рахмет айтамыз ардагерлердің атынан. Одан кейін осы бөлмені жабдықтауға мына біздің бас демеуші Сағындық Балғабай ағай. Қара жыл бірге қызмет істеді, 41 жыл. Соны әйтеуір көрсетіп жатыр. Одан кейін Нұрбала апай, Беллеева, Мұсабекова Ләзар, Алпысбаева Ғалия, анау Бәймешев Бақыт, Шалбаби Жұмақұл, ол кісілерді көмектесіп жатыр. Енді тағы бұрын қызмет істеген жігіттер бар ғой менің. О, Ждановтың директоры. Ол да өзінің подаркісімен келеді Алла қаласа. Жан-жақтағы жігіттер әлі де бар. Мынаны қайға сыйғызарын білмей ғана ба қайтып. Осы кісілерге үлкен рахмет. Мынаның бәрін Балғабай мырза әкеп берді. Мынаның жақ қыздарым Нұрбала барлық осылар әкеп беріп жатыр. Шайнекке шейін түгел. Рахмет. Пердені тіккізіп берді міне. Осындай тірлік жасалып жатыр. Енді кеше біздің ардагерлерде аудан көлемінде өтіп отқан мерекелік іс-шаралардан тыс қалып жатқан жоқ. Жаңа таға білесіз ғой өзіңіз. Кешегі 1 қазан қарттар күніне біздің ауылдан қыздарымыз бар, жігіттеріміз бәрі спорттық жарыстарға. Бұдан да көбейтемін. Спорттық жарыстарға қатысып, жүлделі 2-3 орынды алдық. Жаңағы асық ату бар, шахмат бар, дойбыдан, сондай қатыстан Истай ағайымыз бар, ол кісі ауыр бәлизаға түсіп барды. Ол кісі сәлемін айтып жатыр. Әлде болса осындай іс-шараға қатысамыз, алдыңғы қатарда жүреміз. Жанат ағай айтып отыр ғой, Жамбылдан звондады деп. Мынау енді Алла қаласа 22 жылдың Ғұмырдария газетіне бір кісідей атсалысайық, жазылайық. Біздің негізгі демеушіміз сол енді Ғұмырдария рухани моральный ләззат аламыз. Жан-жақты еліміздің облысын болып жатқан нәрселерді оқып білеміз, көреміз. Ол бағасы 1,5 теңге. Ол 3 сомдық нәрсе емес. Зато 6 айға шейін газет аламыз. Осыған атсалысыңыздар. Енді келгендеріңізге рахмет. Мына айтпақшы, Нұржан Есмахан бауырымыздан спонсор болғаннан бәрін сол істетіп берген міне. Ол енді Нұржан мен Балғабай апайлар бәрі рахмет бұл кісілердің бәріне. Жиналыс болады, жақсы істеген бәрі ұйқысы негізі бұл кісілер. Балғабайдан берешегі көп маған, Жанат ағай. Балғабай барған жердің бәрінде сыйлады. Бұл кісілерді мектепке көп еңбек сіңірді ғой. Мынау есіктің алдына осы ауылдың түлегі, мынау Аян Өтепберген жігіт бар ғой, киноактер. Соның ағалар көкелерін айтып жүріп, 1.400.000 бастырма істетті. Бексейтіп. Әулет Өтепберген ағайдың балалары. Одан кейін Кенжебай Мерембет деген директорымыз бар еді. Сол маған айтқызып,
Мейрамбек Қызбанда Астанаға өштерді істедім ғой, 40 жыл ұзын болмаса істедім. Давай жәрдем бер. Не істейін? Пантан соғып бер дедік. Пантан істеткізді. Одан кейін Тындыбаев Бақыт деген азамат бар еді. Оған 100 алматан питом үлкен әкеп еккіздірді. Тағыдан мотор, Айдар деген жігіт бар, менің таксисім. Соның барасы, ол да мектепке спонсор болды. Телевизор әкеп берді, антен әкеп берді. Көп енді ондай ауылдан шыққан түлекті өзінің жәрдем беріп жатыр. Бұл қызға келіп жұмыс көп жүрді. Бұрынғы мектепте емес. Кателидің өзі қаншама қорлық көрді Кателиден, білесіздер ғой. Соның Бекболатқа қайта-қайта маған хат жаздыртады. Ол сөйтіп жүріп Қаратауға барып телевизорға шығып сол Кателиға қол жеткізді. Жаңадан түгел істелінді. Күрделі ремонт жасалынып отыр. Алла қаласа биыл 22 жылы спортзал салынады. Оған бұл кісілерді білесіз, мені неғылады ғой, бұл кісі заряжать етеді. Давай десек, ардагерсің, сен не бітіріп отырсың дейді. Содан кейін менен ел үшін, халық үшін қолдан келген жұмыс істеп жатырмыз. Сіздерге үлкен рахмет. Мына Тимошқа рахмет, мынандай ардагерлерге ғимарат беріс. Санитар кіміші беріп қойды. Қанзипа деген бар, соған бір күпті беріп қоям. Келді, уақытсы тазалап, ашып тазалап отыр деймін. Рахмет енді келгендеріңізге, бірақ гаистке жазылыңыздар түгіл. Мағыз жазылай, сен бұлды жазылған жоқсың. Жазылыңыздар. Өйткені қариялардың ең өзін төл газеті. Жанкеше бұл кісілердің жазылатында кәміл сейілі болды. Бірақ бұл кісілер қасына бір адам қосу керек. Сол жазыл деген сөз уже алшауынан естілер. Енді айта ауданда болып жатқан қандай іс-шара бар, соның бәрін атсалысасыздар. Қалмаңыздар. Бұл өмір ғой. Уже бәрінен өмір тоқтатып деген сөз іштерсің араласпағаннан кейін. Сондықтан өмір алға жылжи береді. Жұмысты жүргізуіміз керек. Мына Жанат ағайға да поддержка жасаймыз, Тимошқа да поддержка жасаймыз. Осының бәрі солай болып есептелінеді. Бәрі бірімен бірі байланысты. Балғабай ағай гаискеде спонсор болған Жанат ағай маған. Бұл кісінің енді еңбегі бар. Қолымды кесім Мұхаммедтің бетінде кесім шәрия досының өзімнің нағызын кесін азайтан азғынан нахан өрінен кесірін кесір баттан тілдің кілінен сақтап алды. Осы істеп жатқан қошылықтарымыз, ғибадаттарымыз қабыл етіп алды. Алла ниеттіліктерімізді Алла қабыл етесеге, алға қой мақсатыңызға, мұрағатыңызға жетіп, осы халқымыздың елеулі азаматы болып, бектерден көне беріңіз. Жаңа ғана бір қуанышты хабар жаңалықты естідім, өте үлкен. Халықтың, елдің, көптің ойында жүрген бір шешімін таппай жүрген проблема еді. Жаңа өңір басшысы біздің облысымыздың, Жамбыл облысының Бердібек Мәшбекұлы Сапарбай мырзаға үлкен қарттардың артынан, ардагерлердің, ауыл тұрғындарының, мектеп ұжымының атынан Бердібек Мәшбекұлына үлкен алғысымды, рахметімді айтамын. Мына біздің Жаңаталап ауылдық округіне қарасты Жаңаталап орта мектебінде ютубқа да шыққан газет материалдарында шықты спортзал мәселесі. Асхана, мәжіліс залдары жоқ болатын. Соны Алла қаласа осы март айында, наурыз айында қолға алып басталатын бопты. Сондықтан Бердібек Мәшбекұлы мырзаға сізге өте үлкен алғысымызды, рахметімізді айтамыз. Жұмысыңыз алға барса берсін, өмір жасыңыз ұзақ болсын, шығармашылық табыс тілеймін сізге. Рахмет.